Енді қазір сергіту сәтін жазып, ойды сергітіп, бойды жазып алайық. Қазір біз сендермен тәтті тоқаштар қарасып беремін. Әркім өзіне ұнағанын бір-бірден ала қойыңдар. Бұлар әртүрлі формада. Алсайшы. Тез-тез біреуін аламыз. Әркім бір-бірден аламыз. Әрбір бір-бір тәтті тоқаш аламыз. Кәне, енді бір қадам артқа шегініс жасап көрейік. Сендердің қолдарындағы тәтті тоқаш неден жасалынған? Ал ұн неден алынушы еді? Бидай қайда өседі? Егістікте өседі. Кімдер жұмыс жасаушы еді? Нан қандай тағам еді? Неге қасиетті тағамнан? Өйткені онда көп адамның еңбегі бар. Дұрыс айтады. Тағы? Оны жеуге жарамды. Нан қаншама адамның еңбегімен келген. Өте жақсы. Көп адам. Наннан әртүрлі тағамдар жасайды. Иә. Нан туралы қандай мақал білесіңдер? Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Жақсы. Нан туралы қандай өлең бар еді? Нан оқымай шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, тер-тер қастерліп, торғайларға тастандар. Жақсы, ендеше біз де қолымыздағы нанды жерге түсірмей, қиқымына түсірмей, қастерлеп ұстайық. Енді біз бұны осы арқылы топқа бөлеміз. Қараңдар, қолдарындағы тоқаштар әртүрлі ғой. Ендеше, үш бұрыштылары мына столға келіңдер, ал гүлтеп кестілер мына столға келіп отыра қойыңдар топқа. Кәрі осында Фариза мында. Енді мен сендердің қазір өткен сабақтағы алған білімдерінің қаншалықты екенін тексеру мақсатында ыстық орындық деген ойын ұйымдастырмақпын. Мына орындық өте ыстық деп ойлаңдар. Бұған қазір бір бала отырады. Бәріміз сол балаға жабылып сұрақтар қоямыз. Егер сұрақтарға дұрыс жауап берсе, орындық сол күйін сақтайды. Ал егер жауап бере алмаған сайын орындық қызады. Мүлде жауап бере алмаса, жанып та кетуіміз мүмкін. Кәне, кім батыр бірінші қызыл ыстық орындыққа кім келіп отырады? Келе ғой, Фариза. Кәне, Фаризаға біз өткен үй тапсырмасы бойынша екінші мен қасқыр туралы сұрақтар қоямыз. Кәне, айым. Нан туралы қандай мақал бар? Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен. Жақсы, тағы кім мейірбан? Нан дастарханға қалай келеді? Ол көп адамның еңбегімен келеді. Көп адамдардың еңбегімен келеді. Бұл егінші мен қасқыр бұл қай елдің ертегісі? Екі ұлттың ертегісі. Дұрыс айтады. Жоқ, сен айттың ғой, бір рет Ақмарал айта ғой. Егінші мен қасқырда екеуінде нанды қалай қастерлеу туралы не білесің? Олар қалай қастерлеу керек дейді нанды? Ол жерде жатса көтеріп биік жерге қою керек. Өйткені оны басып кетсе оба болады. Тағы кім сұрақ қояды? Сағыныш қоя ғой. Мамның ең соңғы жасайтын нәрсесінде қандай адам жұмыс істейді? Наубайшы жұмыс істейді. Өте дұрысына. Ал камераман сен қоя қош? Не? Қасқыр бұны қандай істейді дегенде ең соңында істемей-ақ қояйын деді. Ол неге істемеді? Иә, неге айтты ол? Жарайды, бұл жұмыс менің қолым емес екен деп. Ол қасқыр айтты. Бұл өте
Фаризаға бәріміз көмек көрсетейік. Орындық ешқандай ысыған жоқ. Өте жақсы орындық. Енді кім келеді? Кәне кім батыр? Ыстық орындықтан кім қорықпайды? Келе ғой, Рауан. Келе ғой. Ал кәне біз Рауанға сұрақтар қоямыз. Өткен тақырыптар бойынша кәне Фариза бірінші сұрағын қоя ғой. Нан пісіру мақсатында ең соңғысында не істеу керек? Иә, нан дастарханға келу үшін ең соңғы қандай жұмыс атқарылады? Нан Өте жақсы, піседі нан. Ал Ақмарал? Қандай тағамдар жасалады? Иә, ұннан қандай тағамдар жасалады дейді? Нан. Қандай нандардың түрлері тағы жасалады? Нан. Айта ғой. Иә, нанның түрлері көп қой, иә? Тоқаш, тәтті, нандар, борсақ. Өте жақсы. Тағы сұрақ қоямыз. Кәне, айым қоя ғой. Нанды не үшін қастерлейді? Неге қастерлеуіміз керек? Өйткені ол қасиетті тағам. Өте жақсы. Сағыныш қоя ғой. Сен көшеде келе жатсаң бір нан жатыр. Соңына не үшін аласың? Ол өйткені біреу басып кетсе обал болады. Өте жақсы. Тағы сұрақ қоямыз. Айбек кәне сұрақ қоя ғой. Айбек. Нан туралы қандай өлең бар? Ал, нан туралы қандай өлең бар дейді? Нан оқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, тер қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Жақсы. Тағы кәне Гүлнұр қоя ғой сұрақ. Бұл ертегінің соңы немен аяқталады? Иә, ертеңнің соңы немен аяқталады? Жалай, ол қиын шығарма екен. Мен оны істей алмаймын дейді. Дейді кім? Қасқыр. Өте жақсы. Кәне құрмет көрсетейік. Өте жақсы жауап берді. Ешқандай қызу болған жоқ. Ал тағы кім отырамын дейді Сағыныш. Кәне енді Сағынышты қыздырайық. Қиындау сұрақтар қояйық, иә? Орынды қызсын. Кәне кім сұрақтар қояды? Ақмарал. Нанды қандай жолдар бар? Нандай жолдан қалай келеді дастарханға? Бірінші жер жұтасың, содан тұрмалайсың, тұқымдай десіңді себесің, оны күтіп баптайсың, оны орасың, оны жинап болған соң бастырасың, кептіресің, тартасың, оны қырманға барып көптіресің, жерменге апарасың, оны тартасың, ол болып шыққан соң оның қамырын илейсің, илеп болған соң оны пісіресің де нан болады. Қанағаттандың ба жауабына? Жақсы жауап берді. Тағы кім сұрақ қояды? Нанды қалай жасайды? Нанды мен қойсам бола ма? Нанды неден жасайды? Ұннан. Ұннан жасайды. Тағы кім сұрақ қояды? Ал, Фариза. Нан туралы қандай мақал білесің? Арпа бидай ас екен, күміс, алтын, күміс, тас екен. Жақсы. Тағы кім сұрақ қояды? Кәне, Айбек сен бір сұрақ қоя ғой. Осы егінші мен қасқыр туралы өткен сабақ қой бұл? Ертегі бастаған, қалай басталады? Өте жақсы. Егінші, ол ерте тұрып алып, егін орайды да, ол шаңқай түсте демалады да. Демалады, міне осылай болып басталады, е? Жақсы, Сағынышқа да құрмет көрсетейік, жақсы ұйымдастырмасын біледі екен деп ойлаймын.